Сәлем достар. Бүгін ұсақ моторика жайлы сөйлесетін боламыз. Ұсақ моторика бұл қолдар мен саусақтардың және аяқ саусақтарының көмегімен ұсақ заттармен әртүрлі әрекеттерді орындау үшін қажетті қозғалыстардың жүйелі және нақты қайталануы. Ұсақ моторикасы балалардың кішкентай кезеңінен байқалады, яғни ойыншықтарды жаңадан ұстап үйреніп жатқан кезде байқауымызға болады. Ұсақ моториканы дамыту арқылы негізгі функция ол сөйлеуді қалыптастыруға болады. Осы орайда сәбилерде қол моторикасын қалай дамытуға болады, соған тоқталайық. Яғни сәбилердің қол моторикасын 6-7 айлық кезінен бастап, яғни алақанын сипау, саусақтарды бүгу және түзеу арқылы дамытып жаттықтыруға болады. Күніне бірнеше минут осылай жасаңыз, және сондай-ақ қол моторикасын түрлі ойындарды ойнату арқылы да дамытуға болады. Енді үй жағдайында ойнауға болатын осындай ойын түрлерін айта кетейік. Губканы араластырғышқа салып береміз. Біреуін шығарып көрсетеміз губканың, қалғанын өзі алады. Бұл орайда бала жаңа құрылғылармен танысады және қалған губкаларды өзі шығарып үйренеді. Келесі ойынның түрі осындай құлақ шұқығыштарды балаға бір-бірден ұстатып үйрету. Сондай-ақ картон қағазын алып, оған тесіктер жасап, сол тесіктен бір-бірден өткізіп үйрету. Сондай-ақ балаға осындай жіпті картон қағаздың тесіктерінен өткізіп үйретсеңіз болады. Келесі ойынның түрі осындай губкаға түрлі моншақтарды жасырып қоямыз. Моншақтарды бала өз қолымен алып шығару керек. Осы орайда абай болу керек, бала аузына салып алмау керек моншақтарды. Жалпы барлық ойынды міндетті түрде ата-ананың қадағалауымен ойнатқан дұрыс. Видео ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осындай қызықты видеоларды салып отырамыз. Және лайк басып, комментарийге сіз білетін ойын түрлерін жазып кетсеңіз болады. Біз өте риза боламыз.